Şey mi? Anamlar өзі жастық тұрған жерде. Қып-қызыл Фиша артында. Артындағыңды да ба? Белге тұр ол. Қыртынбай. Бәріміз. Мынада да жоқ ондай жастық. Бәріміз жастық. Мынау жастық мен жалғыз өзім отыра ма сонда? Жастыққа не ма? Реклама. Мен бойыммен. Жастыққа рекламасы. Кім бастайды? Нормально, ты чё, көп даже. Максимально қай жерге тұрасың, отырасың. Демейді шығар мен осылай ғой? Жоқ, алдығар, еңкейесің. Нормально болды. Қандай модельный жерлер. Короче. Бастап көрейік. Бәрінде қара носки ма? Мен екіден ондай носкині. Ал екі форматта. Ал кеттік ал. Өмірімізде негізі бір шет. Алда мен бастайын. Ал, ассалаумағалейкум. Құрметті біздің YouTube форматта алғашқы подкастымыздың көрермендері. Біз осылай өзіміз енді видеогруп болсақ та, осылайынан өзімізді түсіріп, салу деген нәрсе біз үшін өте қиын екен. Осының өзіне неше сағат, 2-3 сағат дайындалдық. Ал бүгінгі кешімізге, бүгінгі подкастымызға келе отырған видеографтар, фотографтар, таныстырыңыздар. Фотограф. Міне, общий планда қазір, келесі кадр общий планда кетеді. Міне осылар десеш. Өзім жинап әкелдім деп па. Все, бастайық ал. Жігіттер, қалайсыңдар? Көңіл күйлерің қалай? Бәрі күшті. Ал, кім біріштасың? Төкен бастасын. Короче, былай ғой бізде дейтін. Ең бірінші тақырыбын басын аша алайық. Қалай бастаймыз, қалай нетеміз деген түсінбедік енді кішкене қиындау. Бірақ, короче, білгенімізді көрейік деп тұрық қазір. Төгіш жалпы негізі. Білмеймін, қызық ба, кімге қызық емес. Может, кейбір мобилографтар нелер көретін шығар. Бірақ қалай келдің тойға, сен кім тартты вообще, не істеушісің сен, қалай вообще, қалай осы сфераға келдің? Осы салаға. Так, мен 2013 жылдар колледж оқып жүргем. Сол кездерде. Жоқ, қызық емес, короче. Сол кездерде жалпы фотоаппаратты бірінші ұстап көрем. Анау, қазір зеркальный фотоаппаратты. Сол кезде кәдімгідей қызығушылығым ояна бастайды. Тек қана фото түсіруге ше. Содан бері мен тек қана қызығушылықпен жүрдім 2016-ға дейін. Оған дейін мен YouTube'да қаншама жатпай тұрмай видео уроктар нелер қарай беретін, көре беретін жан-жақты. Бұлай негізі курс бірдеңе оқыдың ба жалпы негізі? Болады қандай бастапқыда келеді де сразу курсқа кіреді да. Сразу бастайтындар болады мысалы, не істеймін дейді да, сразу курс сатып алады. Сондайларға не дейсің жалпы? Ол кезде менде болған жоғандай. Ал, сол кезде менде курстар болса мен оқи едім. Оқушы едім кәдімгі. Думаешь? Иә. Тезка сен не деп ойлайсың? Тезка деген бұл бекзат, дизайнер, мобилограф, видеограф. Тағы несің? Кімсің өзі? Айтшы жаңыл болсын. Төгіш так айтқан жоқ қой. Саудагер. Төгіш айта берсін. Подтекст. Подтекст? Иә. Жалпы. Айта бер. Жоқ, бүйтейік та, общий план былай кетсін, короче, мына жерде дейтін. Каждыйымыз айтып айтып. Шиеленіс болып кетті ғой. Айта береді. Сен екі жақпашы ғой? Төгішмен кімді көріп тұрған жерден ана көріп тұрмын. Осылай отырайын ба шалқа, иә? Бай кішкене достайық. Жақсы болды. Жүрсе бізге ақша төлеңдер. Иә, отырайық енді қарап. Жоқ, негізі тоқтатпайық. Давай. Мен айтам ба? Айта бер, иә. Айта бер. Иә, мен есім Бекзат. Короче, қума подкаст, сразу камера запись басылды, сразу. Бағана сайрап отқан негізі. Құрметті көрермендер. Камераға сөйлеу қиын екен шыны керек. Андай сразу не болып кетесің, иә? Замкнутый. Жинақы болып. Сосын не дейсің? Мен айтарым жоқ. Сен жан кеттің айналайын. Мен айтам. Мен тойға қалай келдім деп айттым ба? Тойға емес, вообще осы видеография саласына бәріне қызық қой. Басында мобилографтарға, ең бірінші бастап жүргендерге бәріне қызық та. Бұл салаға келіп, нормальный бір
дүние шығару үшін бірінші неден бастадың, қалай жалпы деген сияқты? Мен колледж оқып жүрген кезде қызығатым, жаңағы менде Samsung Young деген сотка болатын, андай білесіңдер ма? Андай овальный болушы еді ғой. Сонымен группаластарым түсіріп, андай не жинайтын неме деуші еді? Компромат жинап, в общем, оларды кассеткада, в общем, сондаймен айналысатынмын ғой. Неше түрлі түсіріп алып, құқықтарын бұзып. Апасының адам екенсің жалпы. Араласпай қоямыз ғой. Осы подкастта Мен сол кезде ютубқа салып сол видеоларды сол кезде бастағам ютубты деймін ба. Сол кезде ашылды деп ойлаймын мен. Жаңағы мобилографияны сол кезде бастадық қой біз жайлап. Бұл кезде мобилография деген сөз болған жоқ. Соткаға сөйтіп түсіріп жүрдік. Кейін енді 16-та колледж бітірдім. И пожаркаға тұрдым, в общем, пожаркадан шығып армияға кетіп қалдым. И армияда бір жыл соны вышкада тұрасың ғой жаңағы. Соны ойлайтынмын мен гражданкаға барған кезде камера аламын, видео түсіремін. Соған қызықтым, в общем, сөйтіп жоспарладым. Сосын армиядан келіп, жаңа ютубтан қарадым. Ешкіммен де андай не болған жоқ. Мен мына камера дұрыс, мына камераны ал жақсы деп андай ой қосатын ешкім болған жоқ та. И ютубтан қарадым да, и сол кезде Sony A7S2 деген камера хит болыпты. И соны 2 жылға ұрып жүрдім. Әкенің несімен, Каспиймен, короче, 2 жылға ұрып жүрдім да. Сосын кейін как раз армиядан келгенде тренировка жасап жүреміз Invictus деген ағаммен. Invictus деп Invictus десе ма? Invictus деген кетіп қалды. Invictus қашан ашты? Тас қойық. Рекламасы машина екен. Invictus сол кезде туылмаған. Қай жылдары болды? Бонифация деген ғой. 2018-де келдім ғой мен армиядан. Безеркаға сразу осы. Бонифация деген не болатын? Қазір айтайын. Бонифация деген. Динозаврста көрген жоқсың, короче. Оны армияға дейін бір рет шыққам мен тойға. Бүйтіп ұстап көргем, түсіріп көргем, по идее. Сосын Бонифация деген жаңа тренажеркаға барып жүрген кезде, мен ағам как раз оған дейін айналысып жүрді ғой мен армияда болған кезде. И Азаматты біледі екен да, бірге тренировка жасап жүрген. Азамат өзіміз видеограф тойда жүрген. И соған айтты, и короче мен тренировка барған кезде соны таныстырды Азаматпен. И сразу аз екенмен танысып тойға тартты ғой, в общем. Қандай камера деді, мен как раз заказ беріп қойғам, айттым, Sony A7S2 дану деп тартып. Короче, сөйтіп кеттің да, дальше көрдің бәрін, той түсіремін деп ойламағам мен ол кезде. Той ғана емес, сен ғана, мысалы болады ғой, мысалы рекламаны, дизайнерді, бәрін бүйтіп алып келе жатсың ғой, мысалы. Жалпы негіз өзіңе қалай пайдасы тиіп жатыр ма деп. Оның пайдасы тиіп жатыр. Жан жақта. Тиіп жатыр. Түңіліп кеттің ғой. Тиіп жатыр, в общем, тиіп кетті. Короче, тигр, бәріміз тигр деп еркелетеміз. Негізі мысық. Ата тигр негізі. Иә, сондай, короче. Тигр, сен қалай келдің жалпы? Мен енді Кім тартты негізі? Төлегеннің ықпалымен келдім деп айтсам болады. Төлегеннің қол астына, қанатының астына тұрдым десе. Мен болашақ колледжінде жұмыс істедім. Жұмысқа тұрған кезде Төлеген мен танысып. Төлеген Базылович. Сол Төлегенмен бірге жайлап. Сол шығып кеткен, тойға шыққан жағдайымыз бар. Сен оқыптысың ба бұл жерден? Солай деңдер жігіттер. Подкаст деміз кемескен. Жоқ, короче, кішігірім танысайық, иә. Менде бір-екі ауыз айтайын, қалай келгенді. Подкастты тыңдамадыңдар ғой. Қатты қызықсыз екен. Қызық емес екен деп. Камераның артында отырған ыңғайлырақ болады. Біз просто андай ғой, бәріміз камераның артынан түсіріп, камераның артында жүріп, үйрен қалғаннан кейін камераның алдына шығу бізге бірінші рет болып жатыр, почти ондай үлкен форматқа. Сол себепті кішкене қиындау. Так что бізді қатты сөкпей. Жоқ, бұл андай ғой, дайын. Жалпы подкаст деген біз камераға қарап сөйлеп қажет емес негізі. Біз бір-бірімізге қарап отырып әңгімелесу Иә. Жоқ, біз енді формат солай. көріп отырған көрерменмен бізде связь болу керек қой. Связь болады, олар по-любому көреді олар бізді. Сен
бізге қарап отырып әңгімені айта берсең болады, ол жаққа қарап нетіп қажет емес негізі. Короче, нері қиылады деді ше. Басайықшы. Жалпы солай ғой. қайттан бастайықшы Мен басында. анықтаудан жақсы өтсем, рабочий страна Жалпы айта беріңдер. Жоқ, кете берсін давай, қия саламыз что. Немесе бір пауза жасап, бір қайттан бүйтіп басынан ұрып жіберуге болады. қайттан бастайық, дубль 2. Жоқ, осы жерден қиып саламыз да, дальше ұра берейік даже. Короче, мен айтқан жоқпын ғой қалай келгенімді. Айтайын давай. Мен басында, короче, тоже солайынан басында телефонмен түсіріп, мен неше түрлі істейтінмін, былай переходтар жасап, неше түрлі сөйтіп жүрдік та. Короче, мен өзім, короче, ең бірінші камера бір ауылға алып келеді, бір камера мынандай бір ескі мынандай бүйтіп ашылатын, мынандай бүйтіп тастайтын камера болса да, иә, Sony еще. Соны алдым да, короче, браттың тойы болатын болды, соны түсіресің деді ше. Мен камера ештеңе түсіріп білмеймін ғой. Телефонға ғана қызығып жүрген, телефонның камерасымен бүйтіп қызығып жүрген адам, сөйтіп бүйтем де неге түсіремін ғой. Ана зумға қызыққансың ғой, ана зумы бар ғой. Жақындатып, алыстатып, сонымен ойнап, бытшын шығарып тастаған сол видеоны ше. Сөйтіп түсіріп шықтым. Кассета ғой жерде. Сөйтіп ең бірінші камера ұстағаным сол болды. Ол екіншісінде, короче, мынандай қызық болды. Бір күні тойда жүрміз. Гүлжан деген ресторан бар. Жоқ, Гүлжан деген ресторан бар. Сол жерде, короче, былай болады. Көп сөйлеп кет. Короче, оператор жігіт мешітке намаз оқып келішті деді да. Мен музыкант болып отырмын ол жерде ше. Сөйтіп уже кәдімгідей қолым бәрі дірілдеп отыр. Маған бір кезде келді де айтады да, давай мен немді түсіре тұршы дейді да, тойымды. Мен тойымды түсіре тұршы, мен намаз оқып келейін дейді. Все, мен кәдімгідей мен қызығып жүретін, ана камерасына бүйтіп қарап, бүйтіп сөйтіп жүрген ғой. Бардым да бір кезде, анада зум бар екен еше ше. Ойнап неше түрлі істеп саласың ғой камерасында алып ше. Сөйтіп бірінші камераны тойда сол кезде ұстап көрдім. Одан кейін сөйтіп жүріп мынандай динозавр камера алдым. Сонымен кеттік тойға 2013 ғой. Содан дальше өйстіп қазір клип түсірген жайымыз бар ағайын. Сол камерамен ба? Ей, жақсы әзіл. Мен суымдақ келсем бола ма? Шөлдеп кеттім. Үш печенье алып отырмдар. Миын жик. Содан не дейік? Негізі тема ашу керек екен, бір теманы. Жоқ. Дайындықсыз болмайды екен, қазір анау көру керек, примерге салып. Көреміз алғыз. Подкастымды түсіріп алайықшы. Короче, келесі тема не? Тақырып, давай бір қызықты тақырып қозғайық. Жоқ, шетел емес, давай. Жоқ, ең бірінші заказ деген. Видео саласы, заказ саласы деген. Заказ қалай іздеу керек? Жоқ, негізі бәрінде, негізі көбісі білет сразу осындай салаға келген кезде. Бірінші заказы көбісін, білмеймін, басым көпшілігі бірінші барған заказ бәріне есінде да. Еще сол бірінші заказ қызық болады ғой бәрінде ше. Мен өзім бастай берейін ба? Короче, бірінші заказ, қазір уже ол ресторан жабылып қалды. Бірінші заказға барам да, бір оператордың тойын көріп алам, короче. Ғабит деген оператор бар. Ғабит аға көріп отырсаңыз дейші. Сосын Ғабит деген оператор бар, соның тойын алам да. По полный көрем ғой, бастан айналдырып. Мына жерде мынандай дастархан түсіремін, мына жерде бүйтіп түсіремін деп бәрі. Еще ол кезде андай жоқ қой, референс жасап ала алмайсың ше. Блокнот қалып жазамын ғой, мына жерде бұны салатты түсіремін, мына жерде адам басын түсіремін, гүлді түсіремін деп ше. Сөйтіп жазып аламын да аламын да. Барам тойға барам да, бітті ғой, жанам ғой. Бір-екі кісі келіп, оператор, не, түсір оператор деп қайта айта береді да. Уже оператор деген сен уже атқа иесің ғой. Уже сен уже бір нені ұстап тұрсың, короче. Еще андай ғой, біреудің тойын құртып алмауды ойлайсың ғой максимально. Жерде не істеймін деп. Сосын аламын да блокнотымды ашып жіберемін да қарап аламын, не бар, налар түсіремін. Таксын, аны түсірдім, птичка қойып қоясың ғой қасына еще бүйтіп. Сөйтем де бір тойда түсіріп жүрмін, бір кезде бүйтіп камерамен жүрген ғой енді. Мына қолым тиерлегенде камерам бүйтіп соғып тастаған ғой. Алақан кәдімгідей терлейді да, мен қатты уайымдасам. Сөйтіп терлеп жүріп әйтеуір сол тойды алып шыққанмын мен сені. Қай ресторан? Ең бірінші, короче,
Фариза ма, Фарида ма, Фируза деген ресторан болатын. Қазір Олимп па бірдеңе кетті, короче. Сол ресторанда болдық ең бірінші, Фируза деген. Короче, и то бір юбилей той ғой, кішігірім. Соны түсіріп шықтық енді. Қолдан келгенше нормально, той есі риза. Шүкір, содан кейін кеттік қой дальше. Трамплин сол болды, короче. Сенде че? Мен сол ойлап отырсам, бірінші заказым есімде жоқ екен. Мен бірінші тойға шыққан. Өзің алған, мысалы мен біреудің қасына шығып жүргенім бар, бірақ именно өзім заказ алып бірінші тойға шыққаным. Сол өзім заказым бірінші есімде жоқ. Алғаш рет сол аз екен мен шықтым. Сен онда андай миллионда намерениемен келмегенсің ғой, мен видеограф боламын деп. Бизнес. Ақша деп келгенсің ғой сондай. Сондай болды. Мен 2 жыл алған камерамда сол ақша деп келген арқасында 1 жыл болмай жауып тастадым. Сол жаңа кредит. Понятно. Сосын ақша деп жүрдім. Только сенше. Сенде қандай болды? Бірінші заказ. Менің бірінші заказым есімде жоқ. Даже жаңағындай. Вообще кәдімгі есіме түспей отыр. Көп болған заказ бастап қойдыңыз. Жоқ, ең бірінші заказ деген бір косяк. Есте бір қалатын заказым болды. Астанаға барған. Мақсат екеуміз Астанаға барамыз. Осы жақтан түседі, Қарағандыдан заказ түседі. Астанада сборы түсіру керек. Гулянкасын сонда түсіреміз. Ал тойдың өзі Киевкада болады. Мақсатқа айтам, билет аласыз деп пойызға. Ол барады, электричкаға билет алады. Ең арзан электричканың өзінде бөлінеді екен ғой. Кішкене ортаңғы баға, төменгі баға, сосын 3 баға ма сондай болады екен. Ең арзанын алған ғой. Әлгіде осы бәрі бір-біріне жабысып отырады екен ше. Сосын алдындағы адамның саған тізесі тиіп отырады екен. Не бүйтіп жата алмайсың, не бүйтіп жата алмайсың ше. Бүйтіп отырып бардық. Бүкіл жерде былай адамды ғой. Бүйтіп отырып 3 сағат бардық, 3 сағат па 4 сағат отырып қана бардық қой. Осы тігіп отырып ше. Екеуміз бірімізге былай ғана жата аламыз. Сөйтіп отырып барамыз, түсеміз. Ан жақтан күтіп алады бізді. Үйіне барамыз. Өзімізше сбор түсірейін деп жүрміз ғой. Енді Қарағандыда түсірміз ғой енді. Астанада түсіреміз деп. Енді бірінші рет алғашқы рет Астанаға сбор түсіруге бара жатырмын. Мақсат екеуміз. Екеуміз үйіне барамыз. Болды түсірмейміз, үйде деді, не алып шықты Астанаға. Астананың нормальный жерлеріне алып барып жатыр екеуміз. Астананы вообще білмейміз. Бірінші рет барып тұрмыз. Мақсатқа вообще бірінші рет фотоаппарат сатқызып қойғансың. Фотоға шығып жүрма қасында? Иә, оған фотоаппарат видеоға түсірсің. Немен, камерамен, үлкен камерамен видеоға түсіріп жүрмін. Бір уақытта мешітке алып барды неке қиюға. Мен ұрып түсіріп жүрмін ғой видеоны. Фотоаппарат. Мақсатта бар, мақсат түсіреді. В общем, маған келеді аны. Бір нәрсесі не то болып жүр. Мен ана жерде түсірттім, мен өз алмаймын ана жерде. Сосын солай түсіріп шықты аны. Сосын шыққаннан кейін айтады. Аны, в общем, размытый болып жатыр ше. Сөйтсе, выдержкасы. Білмеймін қандай кетіп қалған актер. Бүйтіп басады оған, бүйтіп келген қозғал келген, бүйтіп қозғал. Солай ананың несі. Түсіріп шықты. Иә, бердік қой. Басын шеті бүйтіп тұра ма, ерте шеті бүйтіп тұра. Қазір сондай хит қой қазір. Стилім сондай. Қазір современный болып отқан шығар ол. Бірінші видеолар атып кеткен сондай болды ғой. Выдержка өзі. Сол кезде істеп жүрген ғой. Өз бастаған екен ғой. Маған келіп тұр. Маған не істейді, мынау немене дейді. Алдында автоға қойдым, осы өтсөйді. Нормально болады дейсің ғой. Сосын Арманға екеуміз гулянка түсірдік. Мен барып қойып берем, ұрр түсіреміз. Осы оны фотоға түсіреді. В общем, Астанада түсіріп боламыз. Олғы геликтар алып алған, 5-6 гелик. Содан кейін Астанадан Киевкаға сол машиналармен барамыз. Енді біраз уақыт қой енді ана неге дейін Астанадан Киевкаға дейін ше. Мен бар ұйықтап кетемін ғой. Қасындағы водитель тұрғыза. Сүр дейді ғой. Шығамда түсірем. Қайта ұйықтап қалдым. Қайттан біраздан кейін қайттан оятады. Түсірді ше. Кішкене түсірем де болды деймін да. Болды олса жүре бердім. Сосын
той түсіріп боламыз Мақсат екеуміз. Бізге енді келіскен кезде айтады ғой, өздері алып күтіп барасыңдар, өздері күтіп алады, өзі до конца, сосын барып алып қайтады деп айтады. Той біткеннен кейін ақшаңды бер. Болды дейді ғой, машина жоқ дейді. Қайта құдалар ненікі екен, Қарағандынікі екен. Бірақ та енді ішіп алған ғой құдалар. Аналар бізді ақша алдыңдар сендер, анау-мынау деп әңгіме айтады ше бізге. Біз ол кезде тауып жүрген, ондай бір екеумізге бір 30 мың шығар енді. Өйті ол жаңағы жолын қосқан кезде. Екеуміз оны бөліп алуымыз керек еше. 30 мың ба, 25 мың ба қарап отырсақ ше. Аналар солай. Біз жаңағы водительмен сөйлестік, жүргізушімен. Сосын барып бізге отыратын мінетін болдық енді. Ал бірақ аналар ешқайсысына орын берген жоқ қой. Біз фургала ғой кішкентай. Сол жерде тұрып қой. Қарағандыға жеткенше, Киевкадан Қарағандыға жеткенше жаңа былай бүйтіп. Мақсат екеуміз тұрып тұрғанын есімде. Солай қайтқанбыз. Ана бір приключение той болды аяғына дейін. Ондай тойлар ше көбінесе нелерде болады енді. Ауа барасың ғой, айбай. Қай жақ екенін айтпай қояйын енді ше, бірақ мен айтып қойдым. Жоқ, енді ауыл жақ қой именно, просто қатты білінеді ғой жерде. Тем более арағы бар той болғаннан кейін ана жерде бәрі салқиып тойып алады. Еще келіскенбіз ғой. Төкіш екеуміз барамыз бірінші сөйтіп ше. Тойға келісіп аламыз. Апарамыз, алып келеміз деп келісіп алады ше. Ол жақ жердің бір жері ше. Қайтарға такси алу деген вообще қиын ғой. Дейтін таксилар қайта қоймайды. Ана полный салон толтырмаса қайтпайды ше. Еще кеш қой ана жерде адам іздейді. Еще той кешке басталады өзі. 6-та басталады ма қалай? Где-то сол я. 6-та басталады ма сондай да. Кетеміз короче. Маған ыңғайсыз болып кетті мынау ше. Тигр, бергіш. Мынау мен жауып түсе берді. Солайдан сен важный қонақты жауып отырсың. Жоқ ол сен видеода көріп тұрсың ғой, главное зачем? Не сөз бермейді, алдын жауып тастайды. Андай тигрға сөз камераның алдында перде болса ғой, камера жоқ екен, жоқ сияқты болып тұратындай ше. Сен видеограф болмағанда кім болатын едің? Немесе мысалға, егер сен видеография саласындағы бір өте бір ошибка жасаған жерің, короче, болады ғой бір, мына жерден қателесіп кеттім дейтін сияқты. Немесе болады ғой бір, өзін мысалы бізді көріп отырған видеографтарға, сондайларға бір кеңес ретінде мынандайды қайталамаңдар, короче, осындай менде өзімде қателіктер болған деген. Негізі бір айтатын нәрсе анау видео болсын, фото болсын. Қазір мысалға нетіп тұрсың ба, ойлап тұрсың ба, осымен кетем деп, сразу практика жасау керек екен да, ертең өкінбейтін. Мысалы мен 2018-де бастадым видеоны. Сол кезде андай рекламный роликтер түсіремін деп бастадым. Сол оймен жүріп алдым ше. Бастай алмай, тек тоймен ғана жүрдім да. Той түсіріп сөйтіп уақыт өтіп кетті. Ал өзімнің қойған жаңағы мақсатым, ойлаған нелерім жүзеге аспай, қазір енді жайлап түсіріп жатырмын да. И ойлап қарасам, мысалы 2018-ден бері мысалы 6 жыл өтті да. 6 жылда мысалы үлкен бір режиссер болуға да болады ғой, мысалы практика жасап көп түсіре берсең. Сондықтан практика ғой решить ететін. Көп практиковать ету керек. Негізі бірінші жерде сол бір направлениені ұстап, чисто сонымен ұрып, и соның түбін көрсетпейінше сол жақты ұра беру керек сияқты. Анау Джеки Чанның да сөзі бар ғой. Айтады ғой, адам, великий адам болу оп-оңай дейді да, тек бір нәрсені ұзақ мерзімде істеу дейді. Сол себепті бір нәрсені ұзақ мерзімде істеген кезде содан нәтиже шығарасың да. Негізінде. Сен қалай ойлайсың, Тигр? Видеографтарға қандай кеңесің бересің? Енді бастап жатқан мысалға. Енді бастап жатқан видеографтарға кеңес ретінде, сол тезка айтқандай практика көп керек, көп іздену керек. Аты Нұрдәулет үшін Бәріміздің жоспарымыз көп іздену керек. Жаңа ізденген нәрсені тек қарап қана қоймай, оны практика ретінде өткізу керек. Және де жақсы білетін адамдардың жанынан көп жүріп, солардан тәжірибе алу керек, білім алу керек.
отыр екі деген сияқты бар қайталап келеді. сол осы жерге сондай адамдардың жанында шай қойып жүріп дейсің ғой в общем. жоқ жанында жүріп жоқ ол айтып жатқан сөздердің жаны бар негізі. Иә. Қарап отырсаң ше. Бәрі тезкалар, короче. Бәрінің аты Бекзат. Чоскалар подкаст. Тезкалар деген жестко, короче. Подкасттың аты Тезкалар. Тезка келмей қалса не болады? Главный рөлді қойды. Кимия қалса? Қалай? Тезкалар деген подкаст, короче. Негізі, иә, видеографтарға ең бірінші айтатын нәрсе сол ғой. Мысалға қарашы, мынандай нәрсе бар. Мобилограф бар, видеограф бар, фотограф бар. Солар мысалға маған да жазады да, типа курста нені қандай оқыса болады деген сияқты. Сіз өткізесіз ба деп. Мен айтамын да, бірінші очередь негізі курсқа емес, бірінші очередь өзінің желаниясы. Неге өйткені барлығы курс сатып алып, бір нәрсені істеп, сондай істегісі келеді да. Бірақ на самом деле ютубта бәрі толып тұр ғой. Ютубтан бәрін ақтарып, ютубты кәдімгідей не көп информация көп. Мен қазір байқаймын, ютубта бұрын іздеген нәрсемді қазір іздесем, көп информация шығады да. Бұрын мысалға іздеп таппай қоятын бір нәрсенің шешімін ше. Бір ошибкалар болса, андай Google'дарда болатын еді ондай. Google'ға жазасың өзіңнің ошибкаңды, сол жерде бір чат шығады. Чатта астында сол мәселені қозғайды. И то ол жерде кәдімгі до конца бітпей қалады. Біреудің сұрағы ғана тұрады деген сияқты ше. Біз қазір сондай заманда кәдімгі ютубта бүкіл информацияның бәрі толып тұр да. Сол себепті бірінші ютуб ақтару керек. По полный ютубты ішесің. Ішкенде де нормально ішесің да. Бірақ соны жақсылап қорытып алған кезде, сосын уже сенде уже келесі этап болады, курс алу керек деген. Ол кезде ол жерде былай ғой, бір но бар ғой ол жерде. Сен қайшан уақытыңды құртасың ғой. Ал сен курста саған бәрін жинақ қылып береді ғой. Мен бұны басқаша айтатын едім. Кейбіреулері курс оқып, нәтиже шығармайды да. Көп, мысалға, инфобизнеста жүргендердің басым көпшілігі айтады, мен 100% адамның 90%-ы шығармайды ешқандай курстан нәтиже. Себебі не? 1% дейді. Неге өйткені желание? Адам ішінде бірінші очередь жаңағындай жұмыс істеуге деген өзінің құлшынысы болса, вот сол кезде шығарады деп ойлаймын ше. ол курс бірден нәтиже бермейді ғой. Ол үшін тағы практика керек көп. Сол ғой сен. Кейбір адамдарға тегін жатыр ғой. Курс керек та, өйткені кейбір адамдар мысалы өз еркімен ізденіп істей алмайды. И сондықтан оларға андай наставник керек, айтып отыратын и жол сілтеп жаңағындай задание беріп деген сияқты. Мысалға бар ғой ондайлар, наставничество дегендер толып кетті ғой қазір. Оқиды, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Бізде де курс оқыдық қой. Арасында бір қыз 0 болып келді да, 0 болып. Сол себепті мен главный нәрсе айтатын, бір курс оқисың ба, оқығың келе ма, онда 0 болып барма ол курсқа ше. Хотя бы 1 болып баршы. Сол кезде сен базаң болып барса, нормально. Қара, ол курстардың да түрлері бар ғой. Енді для начинающих болады курстар. Для начинающих деген ютубта толып тұр ғой. Уже даже без воды видеолар тауып болады. Енді ол сен тауып алатын шығарсың, олар таба алмайды ғой. Олар жалпы ғана іздейді ғой. Мысалы мен басқа мамандықта оқығым келсе, мен қалай не іздедімді білмеймін даже. Ал маманына барсам, маманы кәдімгідей өзі маған мынау деп по полочкам қойып береді. Мынаны осыдан кейін осыны оқисың деген сияқты. Зато мен уақытымды үнемдеймін. Солай емес па? Иә, бірақ мынандай нәрсе бар ғой. Ол жерде для начинающих деп кіреді да, еще үлкен ақша салып жібереді. Мысалы қазір курстар бар, 300 мыңға мобилография. Ішінде полный курс. Ана жерде деген мынадан ғой информация. Ананы ана жерде ютубтан битіп жинақтап анша тығып жібере салған сияқты. Мен өйткені өзім көрдім. Бір-екі мықты инфопродюсерлардың, инфобизнесмендердің курсын бір 300 мыңға сатып алған бір әйелді көрдім да. Мен оқымаймын ба? Оқыш дейді да маған. Сосын мен соны алдым.
көрдім, ана жерде ақпарат мынадан ше. Ананы ең бірінші бастаған адам, менің өзім кәдімгідей тойып қалдым да анаған қарап. Ең бірінші бастаған адам ананы білмеймін, қорыта ма, ананы қорыта алмай ма. Сол себепті айтып тұрмын ғой, ең бірінші өзінің желаниясы болу керек. Желаниясы болмаса, оны жаңағы бүйтіп жетелеп жүріп, адам жетелеп жүргеннің өзінде ол нәтиже шығармайды деп ойлаймын. Мен келіспеймін ол оймен. Шығарады. Онда шығарып жатқандар да көп қой. Шығармайды. Махаббат жасқа қарамайды. Шығарып жатқандар да көп қой. Мысалда қарап отырсақ, барлық адам бірдей емес қой. Сен қалай ойлайсың? Сол жаңағы өзінде жаңағы Жесканы маскамен алып тастайсыз ғой. өзінде желание болмаса, енді ол ештеңе оқымайды адам. Главное желаниясы болу керек. Қосыламыз. Иә. Тигрді басқаша қырынан көріп отырып подкастты. Жестко. Сен бәрі де Тисе бермей. андай комментарий айта бермей, сен ойыңды айтып отырсың. Бұл не ғой? Хейтер ғой, андай. Комментатор ғой бұл. Бұл, короче, подкастқа түсетін адам емес. Чисто комментарий жасауда. Өзі подкастқа қалай түсіп кеткен білмейдір десің. Өтіп баратқанда шу болады екен. Короче, сонда келесі план былай, жігіттер, келесі тақырып былай болсын. Жінде отырсың. Дау бір ләқ кетпеге. Сонда солай не дейікші? Қызықты темалар. Сен дейтін Жестко. Ортаға отырып бәрін басқарылмайды деген сайын. Кетіп баратсың. Вообще. Неме басқарылмайды? Өзінің темасы бар, тескі басқарылмайтын адам деп мысалға кеткен сен кетіп баратсың. Бағынбайды деген сен кетіп баратсың. Енді видеограф, фотографтар қазір контент жасау керек. Бірінші очередь контенттің арқасында көп нәрсе жатыр ғой. Мысалға жаңа посттан бір оқып қалдым да айтады да. Кім? Асқар Бумага. Өзінің сторисінде айтып отыр да. Адамдар, фотографтар бар дейді. Біреуінің бағасы мынадай, біреуінің бағасы төмен дейді да. Бірақ екеуі бірдей түсіреді дейді фотоға ше. Екеуінің бағасы екі түрлі бірақ дейді. Неге десең, мынау кәдімгідей контент салады, өзін дұрыс сата алады дейді да. Мына жақта біреу бар дейді. Ол ондай не етпейді, тек қана өзін ғана дамытып, соны ғана көрсетіп жатыр болды дейді. Негізі на самом деле негізінде фотограф деген ол жаңағындай креативный нәрселер істеу керек, ол Инстаграм жүргізу керек, контент салу керек, кәдімгідей камераға сөйлей алу керек деген сияқты ғой негізі. Сол себепті сол жағынан не істеп жатсыңдар жігіттер? Дәл қазір ештеңе істеп отқан жоқпыз. Дәл қазір осы моментте. Не істейтін ойларың бар жалпы, сөйтіп айтайықшы, өйткені қазір ешкім ештеңе істеп отқан жоқ. Білмеймін, мен күнделікті ана блогерлар сияқты түсіре алмайтын сияқты. Бізге сөйлеп салу қиындау пока что. Біз істің адамымыз ғой. Дәл қазіргі сәтте сұраныс сондай адамдарға кәдімгідей. Лицо болу керек қазір. Сені алу үшін сен бірінші сөйлеп тұруың керексің. Өзің сата алу білуің керексің. Сен жаңағы SMM маманы боласың, сен оратор боласың ол жерде. Сен өзің кәдімгідей лицо боласың. Сені ол жерде маман ретінде емес, көбінесе сені лицо ретінде алатын сияқты ол жерде көбінесе. За бренд дейді ғой, сол үшін алады да қазір көбінесе. Олар сол үшін даже көбірек ақша төлеуге даяр да қазір. Қарамайды қанша болса да. Сен главный елдің алдында тұрсаң, аудитория сені көріп тұрса қаншама, соны алады елдер. Солған қызығады. Бізде бір клиент кездестік қой солайынан. Жай ғана задатыққа 300 мың жібере салды ғой бір кісіге. Неге? Өйткені ол кісінің аты нормально жүріп тұр да, фотографқа. Ойлашы, задатыққа 300 мың нете салайын деді, бірақ артында ол кісі, короче, басқа жаққа нет қалды. Басқа бір заказ алды ма, сөйтіп кетіп қалды, короче. Неге? Өйткені аты жұмыс істеп тұр да оның. Сол сияқты бірінші очередь сол бағыңды көтерін келсе, атыңды көтеру керек па деймін да. Иә, қазір дәл солай ғой. Так что сен не істеп жатсың мысалға? Не істейсің алдағы уақытта? Қандай план бар?
Не істемексің айтшы? Пока что. Көреміз. Жоқ, мысалға көреміз дейтін емес. Мен Әр мысалы қайсымыз жүйелі түрде жұмыс жасауымыз керек. Сен камераның алдында сөйлей алмайсың ба? Сен сөйлеп үйренуің керексің. Ол үшін не істеу керек? Сен күнде сөйлеп ере бер, сөйлей бер, ораторлық курстарға жазыл. Сен қандай жол білесің, сол жолға жету, соның бәрін көруің керексің сен. Мысалы, мынандай нәрсе бар ғой. Жарайды, мен сөйлей аламын дейікші, бірақ не сөйлеймін деген нәрсе бар да. Мен не істеймін, мынау нәрсе өте ма, өтпей ма деп сондай ойланып қаласың да. Бәрін көруің керексің сен. Сол кезде сен эксперимент жасап көрмей, сен не өтетінін білмейсің. Подводный камни деген нәрсе бар ғой. Камни. Подводный подписчиктармен камни дешті. сұрақ жауап арқылы нету керек қой, қандай контент қалайтынын. Ол барлық жерде жұмыс істемейді. Ол айта бермейді. Былай айтсам болады шығар. Оларды жай просто опрос ретінде жай ғана сұрауға болады. Ал негізі дәл қазір оның бәрі дайын екен, оказывается ше. Ондай мамандар бар. Жаңағындай сені продвигать ететін, сені жүргізетін ше. Аудиториямен қалай жұмыс жасау керек екен. Кәдімгідей менің өзім алдында бір маманды көрдім. Ол біреуді алып солай продвигать етіп жатыр қазір ше, данный момент. Ол продукт ретінде ше, оның продукт ретінде. Иә, Қарағандыда. Соның кәдімгідей аудиториясымен жұмыс жасап жатыр тікелей. Соған аудиториясына былай бір көреді, мынандай продюсер сияқты шығар, бірақ ол өзін продюсер деп айтпайды көбінесе. Білмеймін қалай деп ойлаймын. Сол продюсер ғой негізі, на самом деле. Соны полностью упаковать етіп, жаңағы рилстарына ол біраз курс өтіп тастаған тоже жаңағындай. Өйткені өзін бірақ неде функционалитет етпейді, рилстарында түсіреді, нелеріне де идея береді, стористарды қалай жүргізу керек, тоже идея береді. Кәдімгідей анау аудиториясын охватын кәдімгі көтеріп жатыр ше, ақырын. Ол просто нелерін біледі екен да, қалай жұмыс істеу керек екен. Осы арамызда төртеуміздің ішімізде осы Бекзат қойдың көбіне түсіретін сторис. Сен қалай жалпы соған жеттің сондай деңгейге? Ойбай. Мен қазір айтсам десеші. Істедің. Мен де басында сендер, мысалы, мен ең бірінші Төкіштің, несіне қарадым да, Төкіштен мотивация алдым десің. Жоқ, ең біріншісінде ұялатын. Жоқ, мен вообще бұрын ұялмайтын наоборот. Мен неге өйткені мына сөзді естіп алдым да. Айтады да, сен танымал болмай тұрып, яғни мынадай бір авторитет жинамай тұрып, қателесе бер дейді да. Сондай бір сөз бар. Қателесе бер, сен танымал болғанға дейін. Өйткені көре бересің ғой каждый нәрсені. Мен бет алды сала беретін, көрсете беретін, бірақ сонда өзінің жүйесі бар екен да негізі. Бірақ ешқашан ұялмаппын. Елдің сөзі де бір қатты маған етіп нені етпепті. Мен ең бірінші рет елдің сөзі маған қатты тиді, когда менің видеоларым басқа пабликтарға кетіп, мен сөйтіп комментарияларын қараймын ғой барамды ше. Өйткені менің именно парақшамда ондай болмайтын да, комментариялар ше. Бірақ басқа парақшаларда қатты кететін да, андай. Сосын мен уже кәдімгідей өзімді жеп, неген андай. Сен түскен видео ма или сен жұмысың? Мен түсірген видео ше. Сен түсірген? Иә, түсірген видео. Сосын парақшаларға кетіп, сөйткен кезде мен уже не болатын да, кәдімгідей жаман болып қалатын. Бірақ сол ең бірінші қарадым ғой, кімді? Төкішті. Төкіш масқара ұялады. Неге ше? Өзін бүйтіп нетуге. Білмеймін, өзі әдейі істегісі келмей ме? Өйткені ең бірінші Дубайда, бір видеосы бар. Сол ғана есімде қалыпты, сен былайынан түсірген. Негізі біраз түсіріп тастадық, олай просто ешқайда салмадық. Екеуміз өзіміз көріп тастадық. Бірақ видеосы бүйтті да, біз қадалдық деді ма, не деді? Жаман кеттік деді да, бүйтіп өз-өзінен көрсетті. Сол мысалы өтті. Негізі по идее сол өтетін сияқты. Байқасаңдар ше. Өз-өздеріңді түсіріп, көрсетіп, адамдарға небір, мен кеше бір кімді қарап отырмын, шынды айтайын енді мына жерде. Кімді қарап жүргенімді айтайын. Амилайды көрдім.
жоқ байқамай түсіп кеттім ше. Короче бір байқамай сторисқа бастың ба? жоқ мен оны білмеймін ғой парақшасын, бірақ короче ректан ба бір жерден шығып кетті білмеймін. Сөйтіп сторисына кірсем мынадай сторис жатыр да, сторисы бүйтіп алып бетін алып түсіре береді ғой анау. Енді былай қарап тұрсаң анандай бояумен сен өлдім шықпайсың ғой мысалы ондай парақшаға. Анау андай бояумен еще өзін кәдімгідей сендіріп алған. Мен ойлаймын ше, бірінші адам өзін сендіріп алу керек сияқты сондай нәрсеге ше. Анаған қарайтын болсаң. Өйткені анау миыңда ғана ғой сенің нәрсе. Сол миың сенбей тұрасың ғой бірінші. Сол себепті жоқ мен өждегі несін айтып отырмын да, мені адам өзін бір четкий алдырып сендіріп алса, мен осындай шыға аламын, өзімді жеткізе аламын ойымды деп ше. Ертең Амилай сотта жүрмесін подкаст. Сотта еш қорғайтын адам отыр. Ашығат бізді. мен оған жоқ ондай тіл тигізіп жатқан жоқпын ғой. Оны тіпті мақтап жатыр ғой. Молодец десеңші, тоқтамауыз қалымда деп жоқ ол ма тағы бар ғой Nikon нет деген бар ғой ше. Сосын шашын өсіріп. Чисто сондайлар көремін деп. Жоқ ойнап айтамын жігіттер. Негізі айтамын да, просто адам танымал болу бір сәтте ғой негізі. Танымал болу біраз ұстап тұру қиын, өте қиын. Бірақ ұстап тұру үшін көп энергияның несін құртасың. Неге? Өйткені сен танымал болған кезде саған нормально ақша келеді. Сен уже нормально ақшаларда нерде жүресің да. Енді сен ол ақшадан айырылғың келмейді ғой. Сосын аласың да, танымалды кәдімгідей ұстап, соның айналасында не істеуге болады деп үнемі сонымен басын қатып жүреді да негізі. Сол себепті егер танымал болып жатсаңдар алдағы уақытта сондай нәрсеге дайын болыңдар деп айтқым келеді. Енді мынандай не да, мысалы сендер видео фотомен жүріп қой қазір барлығымыз. Өзіміз істеп жүрміз барлығын. Енді мұны өмір бақи камераны ұстап жүре бермейміз ғой жаңағыдай. Ертең қартайған шағымызда тойларда жүріп түсіретіндей. Енді осы сфераны жалғастыру ойда бар ма әрі қарай делегировать ету дейді ғой жаңағы басқа команда құрып, соларға не беріп, жаңағы команда беріп, өзің басқа шаруалармен айналысатындай деген. Немесе соны басқарып қана жүретіндей. Чтобы осы жұмысты жеңілдететіндей соны ойландыңдар ма деген ғой. Тегір сен не ойлайсың? Әзірге ойлап көрмеппін ондайды. Бірінші осы саланы толық жоғары деңгейге жеткізіп алайын, содан кейін бәлкім ойлана жатармыз. Өзіңіз. Мен ана Марғұлан Сейсенбайдың бір несі бар, видеосы бар. Сөзде айтады да. Бір саладан екінші салаға ауысу үшін айтады бір сол саланың бір несіне жеткіз дейді да, пигіне. Бір жақсы нәтиже жеткізесің да, уже сенде өз болады, біттім деген бір момент ше. Уже болды, ауысу керек деген сияқты. Сол кезде ауысу керек сияқты ше. Өйткені мен өзім саламда бір жас кезінде түсіріп кет қалған дегендерді көрмедім да. Өсу бар да бәрібір. Сен той ғана жүрмейсің, тоймен ғана. Үлкен мысалға короткий метрлар бар, мысалға. Үлкен метрлар бар, сериалдар бар. Үлкен проекттарға кетуге болады да. Ол жерде деген сен өзіңді бір нәрсеге байлап қоймайсың ғой. Ал той ол старт, андай трамплин сияқты деп ойлаймын ше. Мен той емес, жалпы осы видео саласы, фото саласын айтамын. Бір өзінің бір несі болады, өз кету керек моменті болады, сол кезде болмаса. А так мысалы маған тойдың енді ақша бар тойда. Енді мен бірақта бір жағынан қатты көп заказ алып, жаңа тойдың енді максимально несіне жеткенде жоқпын да. Бірақта енді тойдың қалай жұмыс жасайтын, ішкі несін бәрін білем. Бірақ андай тойдан гөрі маған андай рекламный роликтер, жарнамалық роликтер түсірген ұнайды да более. И инстаграмға жаңағындай жұмыстар салған кезде той жұмысында андай однотипный сияқты ше, андай идея тосылып қалатын сияқты да. Енді біз андай дәрежеге жеткен жоқпыз ғой жаңағындай. Тойдың максималды уровеніне мысалға андай вау съемкалар жасап ше, мысалы шетел түсіріп, ондай жетпегендіктен ба, может
біз енді осы Қарағандыдағы стандартный тойларды түсіріп жүргеннен кейін Инстаграмға жұмыстарымызды салғанда андай бәрі бірдей болып тұратын сияқты, и ол маған ұнамайды да. Сосын кейін реклама роликтер енді әйтеуір әр бизнес түсіресің ғой. Салғанда да өзім содан бір не аламын да, жұмысты салғанда өзім бір ләззат аламын сондай. Ал тойдан ондай болмайды. Негізі осы жерде төкіш күшті айтатын сияқты. Жоқ, кез келген саланы қалай айтсам болады, пигына жеткізу үшін сен әрекет етуің керек қой. Сен әрекет етпей, пигына ешқашан жетпейсің ғой. Мысалы, сен жаңа той саласын айтып отырсыңдар. Той саласында да негізі саған ешкім ештеңе жасап бермейді. Сен өзің әрекетін жасамайынша. Сен ол жерде өзің творческий проекттер жасамасаң, өзіңізден міне осылай болады деп көрсетпейінше, саған ондай клиенттер келмейді. Сен бар клиентпен, келіп жатқан клиентті барып түсіріп, сен содан бір нәрсе жасай алу өте қиын одан. Өйткені саған модель адамдар келмейді ғой. Мысалға, кино түсірген кезде. Иә, сен оның бәрін таңдайсың ғой. Сен бәрін өзің жинайсың ғой. Иә. Сосын көрсетесің да, мынандай кино. Тұрған адаммен сөйлесе алмайсың ғой киноның өзін. Тура сол сияқты ғой. Дәл солай. Сен өзің кәдімгідей таңдап, сөйтіп. Сол кезде шығатын сияқты ол. Иә, сол кезде сенде творчество пайда болады. Сен жаңағындай іске кірісіп жасайсың ғой, сол кезде сен өзің қонағыңды таңдайсың, өзің светіңді оясың, өзің модельді аласың, өзің киімін кидіресің сен. Оған қалай тұру керек екенін бәрін айтып бере аласың да. Ал саған келіп жатқан клиенттер ол соны сұрайды да. Сен не саласың, сен соны сұрайды ғой так-та. Сен солай көрсетуің керексің. Мен осындай көбінесе даже айтады, өзіне ұқсайтын адамдар іздейді дейді да. Сол сенің портфолияңнан дейді. Ал алдында мен Никитаның осы ақыры бесплатный урок не болды, вебинар болды. Сол кезде айтып отыр. Клиенттерін көрсетеді. Бәрі однотипный ғой. Маған келіп жатқан клиенттердің түрлерін көрдіңдер ме дейді. Ананың түрлері бір-біріне ұқсас қой. Өзің көріп тұр да сол жерде. Көрдің бе? Сосын келіп жатыр дейді да маған. Ол еще жаңа қымбат жерде, қымбат адам нелерді, қымбат киіммен сондай адамдарды не етіп қойған. Маған солай, сол үшін сондай нелер келіп жатыр дейді. Осы міне ақырғы $9,5 мың қалыпты. Енді тойды ше. Осы жерде бір сұрақ туындайды ше, андай мысалға сен қымбат қылдырып нетесің ғой, көрсеткің келеді да, бірақ сен оған өзің сондай қымбат қылдырып көрсету үшін ақша құясың. Бірақ ақша құйған кезде ана жерде ондай көйлектер жатыр мысалға, модель таптың деш, бірақ көйлегің бар, ательең бар, нормально шығып кетеді ғой. Иә. Енді оның барлығын етуге болады ғой, жаңа бартер есебінде творческий проект болғаннан кейін ол жақта жан-жақтан әркімнің өзінің несі болады ғой, әркімнің өзінің жаңағындай выгодасы дейді ғой, пайдасы. Оның бәрімен сөйлесуге болады. Егер сенің жұмысыңа уверен болсаң, одан саған қаншама клиент. Сен оны қалай айтсам болады, жай ғана ақтап шығасың. Ол саған ештеңе емес. Бірақ тоймен ақтап шығасың. Ал саған ол қаншама той әкелуі мүмкін да. Сен жасадың ба? Творческий жасадың ба? Жоқ, жасаған жоқпын. Ешкім жасаған жоқ. Қарағандыда ешкім жасаған жоқ. Кім жасады? Ешкім жасаған жоқ. Қазір кім жасап жүр? Томми Фул деген қыз. Иә. Ылғи творческий съемкалар істейді. Ана Томми Фул деген бар бір қыз. Қыз ба? Иә, сол жасап жүр. Ылғи творческий проекттер істейді. Ол бірақ масқара сұранысқа ие қазір. Иә. Бренд дамыған ба? Мен саған айтайын ба? Қыздардың арасында масқараны таниды. Иә. Алдында Астанаға бардым ғой мастер-классқа ақыры. Сол барды тоже. Сол кезде жұмыстарын көрсетіп. Енді анан басқаша. По-любому басқаша, өйткені ол өзінің көзқарасымен ғана түсіріп тастаған. Pinterest'та фотолар бар. Сондай қылып түсіріп тастаған ғой.
негізі байқайсыңдар ма, бұрынғыдай емес, қазіргі фотографтардың вкустары бәрі жаңағыдай Pinterest'тен ұрлап тарс-тарсыдан жинақтап алатын сияқты ше портфолионы. Біз бұрынғы фотографтардың, видеографтардың нелеріне қарасаң, бәрінікі бір ескі бір нелер сондай болды да. А қазіргі енді 1-2 жылда атып кетеді сразу. Байқайсыңдар ма, сондай бар да негізі. 1 жыл, 2 жылда уже. Қазір инструмент көп қой. Сен ол кезде бізде инструмент болған жоқ ешқандай. Сен анадан барып сөйлейсің, саған ешкім ештеңе айтпайды ол кезде. Даже мынандай уроктар, біреуден онлайн урок, сатып алу жоқ ол кезде. Сен біреуден барып білім алу үшін, сен оның артында қаншама жүруің керексің. Сен оған қаншама бір нәрсе істеп беруің керексің, тегін қаншама жүріп барып, сосып барып, жайдан ала бастайсың одан білімді. Жоқ қой ешкім. Қаншама тегін жүрдік мысалға. Жоқ, мен сол кезде ойлаймын да, мен саған тағы осындай ақша беремін, неге үйретші деп, неге соны продавать ет дедік деймін да сондай кезде. Оған ол да келіспеуші етін сияқты менің ойымша. Өйткені оны нан жейтін сияқты көреді ғой. А на самом деле білім ол сенікі емес қой ол. Сені ештеңе жоқ на самом деле да. Сон ол ешкім түсініп жатқан жоқ та оны. Қарап отырсаң ше. Ал қазіргілердің темалары ол бәрін біліп алғанда сол. Басқаша ойлайды да қазір. Қазір сол қаншама аудиторияға сатамын деп ойлайды ғой сразу бір ойласаң. Көрдің бе? 1-2 адамға. Иә. Ал зато ол мамандыққа алып кететін арасында азақ қой негізі. Соны өмірінде қолданысы. Сен жаңағы айтып отқан сияқты ғой, инфобизнес деген сияқты. Оны қаншама оқиды, артында оны өмірінде қолданып, арман қарай до конца жеткізіп жатқандар аз да оны. Арасында 1-2 ғана шығар. 10 баланың 2-і ғана алып кетеді мысалға. Оның өзі қаншама той алып тұрса біреу выгорать етіп кетуі мүмкін. Бітті. Иә, бітті. Одан кейін ол арман қарай тұра алмай қалады да, аяққа не болатынын білмейді. Оны ешкім ана жақта подводный каменьдер айтпайды ғой ешкім. Барлығы шынымен де ол. Иә, енді сол үшін олар қаншама оқыта береді ше, мысалы, бумагин қазір қаншама оқытып отыр. Басқаларды қаншама оқытып отыр. Мысалы, кім оқытпай жатыр қазір? Кім не оқытпай жатыр? Негізі байқайсыңдар ма, мынандай нәрсе, мысалы, біз өзіміздің көзімізге көп нәрсені, көретін нәрселерді ғана айтамыз, на самом деле біз көрмей жатқан, біз байқамай жатқан, яғни біздің инстаграмдағы рейдқа шықпай жатқан нәрселер мынадан ғой мысалы. Сол айттым ғой, кім не оқытпай жатыр? Бәрі оқып жатыр, қаншама зат оқып жатыр. Мысалы, бухгалтерияда қаншама онлайн оқып жатыр. Тағы қандай мамандықтар бар? Agile кадрда қаншама оқытып жатыр. Тағы қандай бар? Жаңағы Wildberries-ті қаншама оқытып жатыр. Көп қой оқытып жатқандар ше. Аха. Амилайдың курсы бар. Чотам. Қойш. Иә, прикинь. Оны не оқытады сонда? Бірдеңе сатады тұр. Жаңағы макияждан бәрібір. Қара мысалы, макияж оқытады, мейкап оқытады. Айтқан екінші сұрада сол женственность деген курс атап Қойш. Никон. Мысалы айтып тұрмын, мысалы, бәрі курс оқиды, мысалы, бәрінде курсы бар. Ал соның бәрі ешкім әкетіп жатқан жоқ қой. Давай енді келесі тема, курс істейсің ба, курс сатасың ба, оқытасың ба? Ондай ойың бар ма? Менде болды. Өзі оқу керек. Жоқ, менде білімім бар, бірақ маған жеткізу қиындырақ. Сол үшін оқытпаймын. Әйтпесе жүйелеп алып Көру керек қой оның бәрін. Иә, жүйелеп бәрін ақылап негізі болады оқытуға. Тегін бастау керек негізі по идее ше. Мен бірінші тегін бастап, мен базовый уровеньді оқытамын деп ойлаймын. Продвинутыйға ертерек. Мен бір кісі Құран курсын оқытамын деді да маған. Сосын маған айтады да, келсеш дейді, үйретемін дейді да. Бірақ айтады, мен сені үйрету арқылы өзім үйренемін дейді да. Өзім дамимын дейді. Соны мен ойландым да. Бізді ертең видеографияны толық білмейміз деп қабылдаймыз ғой миымызда. Бір нәрсені бастап курс өткізгіміз келеді да, бірақ до конца білмейміз деп өзіміз жеп қоямыз. Сол мен ойлаймын да, наоборот өткізіп бастап, хотя базовый білетін заттарымды кәдімгідей әдемілеп қойып, сосын соны үйрете жүріп өзің үйрену керек сияқты деймін да. Ол итакта солай істейсің ғой. Сөйткені сен жаңа оқыту барысында
сен өзің бүкіл бағдарламаны оқып шығасың ғой жүйелеп ше YouTube шарлап. иә мен қазір не айтам, мынаны айтсам дұрыс па, мынаны айтсам ол қалай ойлайды деген. Сен бүкіл оған беретін ақпараттан сен 2 есе 3 есе көп оқисың оған. Қандай жаңа технологиялар шықты, бәрін оқып шығасың ғой. Сен өзің сол кезде пісесің да тағы да. Мен де сол себепті жаңағы курсты, цветокрестьян курсын сендерге оқытқым келіп жүр. Өзімді үйрену үшін, өзімді де қамшылау үшін. Ал негізі жатыр, мен қарап жатқан жоқпын қазір. Сол ғой негізі сол үйрету үшін өзің. Сол үшін Бекзатқа жазып бер деп жатырмыз. Оның уақыты өтіп кетеді. Ондай нәрселерді айтпа. Кімнің көрші екенін білмейді ғой. Ужан көп болса. Ужан көп болса. Біздің цветокоррекцияны болмайды ма? Ужан аңды отырып. Сол себепті өзіңнің курсын өткізу үшін өзің бастап бірақ ше бір нәрсе мені не есте қалды. Біреуге бір нәрсені үйрету немесе мұғалім болу деген нәрсе мені қатты ұстап қалды да. Бір кездері мен өзім мамандығымда сол ғой негізі. Мен математика және компьютерный моделирование деген мамандықты оқыдым, бірақ менің мамандығым ауыр мамандық екен. Менің мамандығымдағы оқыған қыздар әсіресе солар мұғалім болып кетті да. Сосын мен ойлап тұрмын да. Менде колледжде оқып жүрген кезде бір бала айтты да, мен мұғалім болмаймын деп. Бірақ өзінің білетіні масқара көп та. Мен ойлаймын, сол бала бір жерден жарып шығып, қазір бір жерден нормально жүретін шығар деп. Жоқ, ондай болған жоқ. Сол кезде мына сөзді айтып қалды да. Мен мұғалім болғым келмейді дейді. Неге десем, өйткені көп мұғалімдерді көрдім дейді. Бір не болатын болса, бір шәкірті келіп сұрақ қойып қалатын болса, ол айтады да, мына кітаптан оқып ал, мына жерден оқып ал деп сөйтіп сілтей салады дейді да. Сол себепті мен оның барлығын кішкене біліп, сол сұраққа мен толықтай жауап бере алатындай деңгейге жеткен кезде ғана мұғалім бола аламын дейді. Ойлашы, мысалы, сен білмейтін сұрақты келіп, саған келіп мұғалім келіп қойып тұрсың. Бәрі бір күнде мұғалім болып кеткен жоқ қой. Бәрі ақырын үйрене. Оларға каждыйына сұрақ қоя арқылы, ол сол сұраққа жауап бере арқылы, ол білімін толықтырып отырып мұғалім болады ғой негізі. Сосын ұстаздан сұрадым бір күні бара жатқан кезде жолда. Осындай болды, не істесем болады. Сол айтады да, тоже солай. Істей беру керек дейді. Ол саған бірден не болған жоқ дейді. Сен де өз салаңда бірден біліп кеткен жоқсың, сен түсіріп бастадың, арман қарай үйрене бастадың. Ол бірден білуі деген ол. Иә, сол әрекет қой ар жағында бастап тұрған. Негізі былай ғой, өзің салаңды білсең уже нормально. Любой сұраққа уже жауап беретіндей жағдайға жетіп қаласың уже. Бір нені білген кезде. Бір мамандықты аяғына дейін оқып, соны зерттесең деген. Сол салада біраз жүрсең, біраз заказдар алып, біраз кәдімгідей шыңдалып көрсең, сен сол мамандық туралы айта алатын сияқтысың, менің ойымша. Мысалы, мен бүгін жаңағы нені оқып келдім, заңды оқып келдім ғой. Жаңағы практик, таза практик. Ол салғаның жаңа кәдімгідей желігін шағып, майын ішіп жүрген азамат ше. Кез келген заң туралы сұрақтарға менде осындай іс болды деп тұрып жауап береді ғой. Мен осындай делалармен жұмыс жасадым. Ол осылай болды менде деп ше. Практика жүзінде айтып береді ше. Ол даже солай қызығырақ естіледі екен. Чем просто сухой заңды саған былай деп айта сағаннан қарағанда ше. Мысалы, сен де айтып бере аласың ғой, ИСО деген не деген кезде. ИСОны сен былай да көрдің, былай да көрдің. Айтып бере аласың ғой сен. Макстан выдержка туралы сұрау керек. Выдержка туралы деген. Айтып береді десе. Иә, кез келген сен өйткені сен практикада оны былай да қолданып көрдің, былай да қолданып көрдің. Ал просто сен сабақ ретінде өтсең, ИСО деген не деген кезде. ИСО былай дей айтасың, өзіңнің ұғымын ғана айтып бере аласың. Былай болса перезат болады, былай болса не болады, бітті. Ал сен жаңағындай практика жүзінде оны қосып неше түрлі айтсың, тіпті қызығырақ болады, даже сен оны одан да тезірек үйретіп иә, күшті қылдырып айтып бере аласың ше.
маған да мысалы жазады да дизайнмен айналысып жүрген кезде Иә. типа курс ашсайшы үйретші деп ше мысалға мен тоже курс нетейін десем мен өзім методын тк үйренген адамды ютубтан мысалға дизайнды именно дизайн видео болсын яғни жүйелі түрде курстарда мысалы нелер айтады ғой терминдармен кәдімгі түсіндіріп айтады ондайға жоқпын да маған ол мынау былай мынаны былай басасың деп қана түсіндірмесем былай ете алмайды екенмін тоже үйрете алмайды екенмін негізі олайынан наоборот жеңілдірек сияқты қалай ойлайсыңдар мынау былай деп просто жаңағы ол оған қымбатырақ болады ғой ол олай қымбатырақ болады ғой сен жеке жұмыс жасайсың ғой онымен жоқ қымбатырақ болады былай жалпы сатсаң егер курс ше мысалы онлайн болсын андай түсіндіре алмасаң егер мына былай басса мына былай басасың десең сен уже эксперт емес бір жай бір адам қара не болып кетеді оның бәрі ютубта тұр ғой негізі сен просто оның не функция атқаратынын жазып ала сал соны оқып бере салсай мынаны бассаң негізі мынау бүкіл интернетте толып тұр сен главный оны жұмыс істеу білсең болды ғой сен оны мынау туралы мынау зат мынандай заттар атқарады деп болды айтып бере саласың болды арман қарай мынамен мынандай жұмыс істер жасауға болады деген сияқты өзің практика жүзінде көрсетіп бересің ғой ол наоборот сен біліп тұрсаң жеңілірек сияқты сен ештеңе білмей просто ананың не зат атқаратынын ғана білгеннен қарағанда сен практика жүзінде вообще көп білесің ғой сен өзіңе не керек затты істеп бере аласың ғой еще айтады ғой мындай қай салада көп уақыт жоғалттым сонымен кету керек деп мен енді мен былай дизайнмен де видеомен айналысамын қайсы и общий план бар ғой давай тигрден бастайық сол жақ план көп тигр жалпы негізі бүгінгі подкаст ұнады ма негізі біздің мақсатымыз сол еді кішкене камераға қарап сөйлеу ашылу өзімізді еркін ұстау негізі біз ойлап отырмық қой негізі мынау шықпай қалатын шығар мүмкін деп бірақ мен шығарамын жігіттер бұны до конца ең соңына дейін апарамын мен бұл жерде болмауым керек еді содан екен ғой өзін ұстап отқан біз қуып отырмыз көтімді қысып ұстап отырмын деп өзін максимально жақсы көрсетіп екеуі келісіп алған сияқты әдеби сөздермен сөйлеп па соны айтамын да сыпайы болып так өмірде бұндай емес бұларына қыртып сен боқтама пиқылдатпаймын мен қыртып отырмын пиқылдап қойып жүрме ертең өзің алып таса деген әңгіме болмасын сразу айтайын салам тигр форматтап тасташы сразу күшік кезінде ұрықты жеткізбе ноутқа жатырдан жеткізбе сөзімді қорытындыла папа кетпеші да мына сөйлеп жатқан кезде берекесін алу керек еді иә сөзін кетші ұзақ сөйледіңдер ғой тигрға да біз шығар сөйлемеген сендердікі мысалы дайындалайындар ғой сөйлейсіз бұл жиып отырғаннан гөрі тигр сөйлесін тигр сөйлейін деп қыртып сыпайы саған сөз берейін давай иә біз короче бірінші подкастымыз бұл камераның алдында үйреніп кішкене оң солымызды танып сондай мақсатымыз сол болған негізі камераға кішкене үйренісіп деген сияқты жалпы негізі қалай бүгінгі подкаст ұнады ма қалай айтсам болады мен енді сөйлемедім көп мен болмауым керек еді бұл жерде негізі дайындалмай келдім ешкім дайындалмай келді енді ешкім сұрақтарын дайындап келген жоқ мен негізі камераның сыртында отыруым керек еді тағы не істеу керек айтсай сөйлеп жатырмын ғой соны айтамын ойдың бәрін бұзып та енді осыдан сөйле дейді да мынау боқтап кеткенімдей болып кетті кеттім мен соң быт ол өлең болатын иә келесі жолы қатыспай ақ қояйын осымен форматталады осымен мен подкастым бітті жалпы сөйлеу қиын екен
Жо мынаны 1 сағат 2 сағат бір көріп отырады деп ойламаймын. Басында бір анонсын ашып көретін шығар болды ғой. Өзіміз үшін болмаса бір. Ол үшін ана видеоның басында бір төбелесіп отыру керек па? Анонс. Видеоның аяғына дейін көрдік. Таныстарымыз бір күлкі үшін көрмесе, әрбір Жабық чат. Бірдеңе түсіріпті ғой деп па. Ана примерно ссылкамен доступ қалай еді ана? Жоқ ондай емес, ашық кеңістікке жібереміз. Каканы жібереміз. Запись басталды. Каканы жібереміз, кеңістікке кетсін. Жоқ, бүгінгі подкаст маған ұнады. Сөзін аяқтадың ба? Жоқ. Бол енді бұлжырамай. Енді сен сөйлетіп жатсың ғой адам. Бүгін сөзін оқып қалдым. Бүгінгі подкастта түсінгенім күлмешсің. Түсінгенім мен өз ойымды жинақтай алмайды екенмін. Толық сөйлей алмаймын. Соны түсіндім және соны қолға алу керек екенін түсіндім. Сол подкаст ұнады, бірақ салма. Әрі қарай келесі жолдары кішкене ашығырақ сөйлесуге тырысамын. Дайындалып, әзірге осы. Болашақ балаларыңа сәлем жолдас. Қой, ет қатты етпей қой. Болашақ балалары ішінде тұр ғой. Сәлем! Хай! Сараңе! Қашан үйлесін, Тигр? Алла қаласа енді, серьезно. Иә. Қанша? Қашан үйрендің ба? Қорытынды жасап тастайық па? Қашып жатыр, қоя тұрайын. Саған да сен айтамыз. Қыстап алайын. Саған сұрақ қойыңыз деді. Қорытынды жасап отырайық. Қашан үйленесің деген ол тупо сұрақ сияқты. Иә, енді ол білмейсің ғой қазір момент. Токш, айтшы. Бірдеңе өздері үйленіп. Құтқаршы мені десе. Айта бер. Бекіш. Айта бер, құтқарамыз, заң бар десе. Тигр болды. Бұйырған күні үйленеміз. Жоқ, мен тоқтамаймын. Бұйырған күні деп жүрсең жүре бересің негізі. Өзіңе байланысты. Әрекетке берекет дейді ғой. Әрекет етпей ештеңе жоқ. Түркіш чарлайын деп отырған жоқ. Мен деген, короче, подкаст ұнады бүгін. Мен өзім ұйымдастырып бастап, жігіттер түсірейік, осындай бірдеңе көрінейік, хотя бұл бастамасы әлі деген ашылмаған тема мынадан ғой бүйтіп басылып тұр. Мида деген толып тұр негізі ондай нәрселер ше. Біз бұл танысу подкасты болсын, қуғынбайский формат, короче. Келесіде, может, басқа бір арамызға қонақ ретінде бір адамды қосамыз. Сенің орнына. Тигрді жүріп жібереміз. Мен шығып кетейін ба? Жарайды, өзім шығып кетемін, жарайды. Солай істесек те болатын шығар, может, Алла қаласа, көреміз. Үшеуміз кетіп қалайық. Жанына бір Берекені алмаш. бір қыз баланы әкеп Түркіш. Сөйлеп жатыр. Жоқ, қойсаңдар ше. Мен подкастымды аяқтап, сөзімді аяқтайшы. Тамаша. Сөздің қорытындысы ретінде бір-екі ауыз сөзбен қорытындылап көрейік қане. Подкаст жалпы ұнады негізі. Мен ойлап едім, бұдан да қиын бола ма деп. Өйткені камераны былай телефонды ұстап бүйтіп түсірген кезде подкаст сөйлеу өте, подкаст деймін, былай қарап телефонға сөйлеудің өзі қиын да. Өйткені сен бір дегенде шығасың, 500-1000 шақты публикаға сразу шығып кетесің да. Ол жерде қаншама адам комментарий жазады, сен бір қисайып бірдеңе нетсең сразу жазып бастайды. Мына жерде енді астына комментарийда кететін сияқты қызықтың бәрі. Жарайды, кете берсін. Бірақ өте мүлде құтылған жоқпын. Максимально өзім еркін, бұдан еркін ұстай аламын, бірақ қатты лақ кетемін ондай болатын болса. Бірақ бұл подкастта максимально бірдеңе беріп қалуды, кішкене өзімнен кейінгі адамдарға бірдеңе үйреніп қалсын деген, біздегі ошибкаларды қайталамасын деген сондай мақсат болған негізі. Өйткені енді бастап жүрген, енді үйренем деп жүрген жас балалар, ендігілер видеография саласына енді қызық жүргендер өте көп. Сол себепті істеңіздер, көріңіздер, видеография саласы өте қызықты. Мен өзім
тек қызығумен келдім, ақша табу үшін келген жоқпын. Масқара қызықтым, бірақ қызыққанның арқасында үлкен ақша жатыр екен. Соны білдім, Аллаға шүкір, үйде, мәшинеде бәрін алдық осының арқасында. Әрі қарай енді өзінің бір этаптары бар, пиктары бар, әрі қарай шығасыздар. Сол себепті тоқтамау керек, тек қана біттім, жеттім, мынандай дәрежеге жеттім деп тоқтап қалмау керек екен. Өйткені бәрімізде сондай нәрсе бар. Сендерді білмеймін, өзімде осындай болды. Адам үйін алып алады, жаңағы машинесін алып алады, камерасын алып алады. Болды, содан кейін уже адам бір жігіттердің басым көпшілігінде комфортный зонаға кіреді де қалады екен да. Болды, соның комфортта отырады, ешқандай әрі қарай әрекеті жоқ. Бірдеңе істейін дейтін болса, желаниясы жоқ. Бір как будто бүкілін бітіріп тастаған сияқты болып жүреді. Негізінде олайынан емес. Әрекет тоқтамау керек. Әрекет тоқтаған кезде сол жерде сенің өмірің өтті дей салуға болады да. Өйткені адамда тек алдыға жылжу болады, артқа жылжу болады. Ортада тұру деген болмайды. Ортада тұрсаң, ол сен артқа кетіп барасың деген сөз. Сол себепті енді үйренем, енді келіп жатқан жігіттерге сол өте бір айтатын сөзім, сол инсайт ретінде сақтап алсаңдар болады осыны. Сол. Бір-екі ауыз сөз деп кетті. Жатқан сөз айтпайық. Жоқ ой, сен Төкіштен соны қорытындылайды отыр ғой. Төкіштің қазір зайбалын шығарамыз. Сенен бастаймыз. Пиқ! Пиқ деген сөз дейсің, қон қойса кеше, е? Жалпы Бекзаттың сольный подкасты болып кеткен сияқты деп мен ойымша деп. Болды, приколдарың өтпейді уже. Аяқта. Подкаст деген жалпы Ондай болмау керек деп баса. подкаст деген негізі айтары бар адамдар түсу керек сияқты негізі. Біз әлі дайын емес екенбіз. Дайын емес екендігімізге Сен дайын емес екенсің. Иә, жалпы мен де салайын, иә. Мен дайын емес екенмін камераға қарап сөйлеуге. Біз камераның артында жүргеннен кейін бізге бәрі оңай, жаңағыдай түсіреміз. Адамдарды енді түсініп жатырмын да. Камера жаңағы сөйлер кезде қысылып, жаңағы сөйлей алмай қалатын, сөздерін таппай қалатын адамдарды енді түсініп жатырмыз. Мына жерде оператор болмаса да, мына жерде 3 камера тұр, операторсыз. Өйткені операторлар отыр міне. Сол қиын екен жалпы сөйлеу. Сөздік қорды дамыту керек, кітапты көп оқу керек. Жалпы дамуға ақшаны аямай. Қазір кітап оқимын десіз. Айтады ғой, бір күн ұқсамасын деп, сол сияқты әр күнде жаңашалап, әр түрлі тақырыптарды ашып өзіңе дүниені тану керек жалпы. Сол енді бастап жатқан видеографтарға айтарым, тоқтамаңдар. Дәп қазір осы сенің сәтің біреулерге арманда. Мысалы мен үшін 2018-ге қайтарып келсе, енді өткен іске өкіну болмайды. Сол кезде сразу мен камерамды құшақтап, мен любой бизнестарға барып түсіріп, уже сол кезде әрекет жасар едім. Сондықтан да қазірден бастап не істеймін деп отырған видеографтар, мобилографтар болса, түкке қарамай, ешкімнен ұялмай барып, тегін болса да барлық портфолио жинап түсіріп, практика жасау керек, көп практика жасау керек. Тек қана практика болды, солай ғана өсесіздер. Ал бір нәрсе курсты оқып алып, оны отырып, оны қорытқанша қайда уақыт өтіп кетеді. Сондықтан бір нәрсе инсайт, бір лайфхак, жаңағыдай бір әрекет үйрендің, сразу келесі күні практика жаса. Солай ғана дамисың. Сол жалпы айтар кеңес. Жалпы подкаст туралы ойым, бәрімізге бір сабақ болған сияқты. Камераның алдында келген кезде өзіңді қалай ұстау керек екен ұғындық та, біз көрдік та бір рет сезініп. Кім? Сол үндемей отырамыз десе. Екен өзін көрді да. Бұл да сенің алдыға жылжуыңа бір себеп болады негізі. Сен өзің қорқынышына қарсы жүріп жатсың ғой дәл қазіргі моментте. Сен дәл момент осы қазір сен камераға қарап сөйлеп, жанып отырғанын сезініп отырсың ғой. Сол да сенің алдыға жылжуыңа бір себеп та ол. Сен олай істеп көрмейінше ол жаққа қарай жүрмейсің ғой. Сен өйткені оның қалай айтсам болады, сенің слабый жерің екенін түсінбейсің да ол.
сен просто күнделікті өзіңнің комфортымен жүре беру. Мысалы, дәл қазір осы камераға түсу, өзіңді көрсету, ол керек қалай болса да. Сен қандай бизнес жасасаң да, сен кім болсаң да, өзіңді солай ұстай білу, сен өзің дұрыс сөйлей білу, сен халықтың алдында өзіңді дұрыс көрсете білу, әдемі сөйлей білу, сөз қорын көп бола білу керек қалай болса да. Біз бүгін кәдімгідей бір-біріміздің алдымызда ұялып отырған сияқты көрініп отырған шығармыз, бірақ біз бәріміз камерадан ұялып отырған шығармыз. Біз осы моментте алды камераның бәрін ана жаққа қаратып қойсаң, еркін ұстайсың ғой бір-бірің. Мен и так та еркін ұстап отырмын. Маған бәрібір. Иә, мен енді көпше тілде сөйлеп отырып, мен де бір қатты бір қысылып отырмын деп айтып тұрған жоқпын. Бірақ та ол да жұмыс істеу керек деген ойда ана жақта береді. Біз әр қайсымыз өзіміздің қай жерде жұмыс істеу керек екеніміздің ой түйгесінде осы жерде. Бізге де әлі көп жұмыс істеу керек. Басқа біреулерге ақыл айтпас бұрын мен өзіме бірінші өзім арқылы, өз призмам арқылы өткізген жақсы көремін ше. Көбінесе біреуге айтардың алдында бірінші мен өзімнен өткіземін. Сосын барып ой тием, сосын барып басқаларға айта аламын ше. Сол кезде менің ойым біреуге жеткілікті түрде жеткізгендей болған ше, бір сөзім. Сол үшін даму керек әлі, бізге де көп өсу керек, осы жақтарымызды дамыту керек, түсе беру керек, көре беру керек. Даже өзіміздің соткамызға ешкім көрмесе де өзіміз түсе беруіміз керек. Ол біз осыған алдында еркін сөйлеуді дамытады. Негізі камераның алдына шығатын уақыт келді десе. Түсіріп жатыр өз-өзін ше. Ол ақырын солай өзінің страхын жойып жатыр да, анау камераның алдындағы. Мысалы, сен сөйлемейсің, тигр сөйлемейді, ол көрініп тұр. Сразу қысылып қалдыңдар ба? Ол ешкім көрмейді оны ше. Сен өзіңнің соткаңды кім көреді сені? Ешкім көрмейді. Өзіңмен өзің алда сөйлесе бер. Сен қаншама публиканың алдында тұрмын деп ойлай бер. Ол даже ол страх сенің ар жағында қаншама адам көреді деген ой ғана ғой. На самом деле бәрібір саған, бәріне бәрібір сені кім көрсе де ше негізі. Просто ол өз-өзің ойың ғана ғой, сен өзің жеп атқан ше. Кім қандай адам көрсе де, хоть президент сенің алдында тұрса да, сен ол ешкім емес деп көруің керексің ғой. Сол кезде сен өзің еркін ұстай аласың кез келген жерде. Ол сол проблемалар солай жеңіл көре білу керек қой негізі. Соған қарама қарсы шығып жұмыс жасай беру керек. Ағысқа қарсы жүзу керек дейсің ғой. Бәріміз де солай. Сен кемшілігің қай жерде, сонымен жұмыс жасау керек қой. Жаңа Чосик айтып отыр ғой, бізге даму керек. Сол по-любому керек бізге. Дәл осы төртеумізге де осы керек сияқты мен ойымша. Иә. Подкасттың тақырыбы тескалар. Жақсы, көп рахмет жігіттер қатысқандарыңа, подкастқа. Сіздермен бірге болған Төлеген Базылов, Бекзат Құрал, Нұрдәулет Қастай және мен Бекзат Кенжебек. Бізді көргендеріңізге осынша, егер көріп аяғына дейін отырсаңыздар, аяқтағанға дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Алдағы уақытта тағы да осындай подкасттар, осындай видеолар болады деп үміттенеміз. Сау болыңыздар. Қате болып, арт жағы қате болып. Сөйлесіп кетсең дейді. Күшті, әдемі. Не басу керек?